Сәлем достар, менің арнама қош келіпсіздер. Менің арнама тіркеліп, қолдап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Менің арнамда неше түрлі рецепттер бар. Описание бөліміне кіріп, қарап жасасаңыздар болады. Егер де менің арнама тіркелмесеңіздер, қоңыраушаны басып кетсеңіздер, тіркелесіздер. Содан рецепттер көріп жасасаңыздар болады. Ал енді бүгінгі жасайтын тағамымыз окорашканы духовкада пісіреміз. Енді ең алдымен бізге тауықтың сан еті керек. Осы тауықтың сан етін сыртын алып, бөліктерге бөліп аламыз. Оған чеснок қосамыз. Чесноктың 3-4 тілімін қосып жібереміз. Чеснок көп қосқан дәмді болады. Сосын шамалы 1 қасықтай тұз саламыз. Және де кетчуп, жаңағы заправка, окорашканың өзінің заправкасы бар, содан 1 қасық саламыз. Окорашканың приправасы 1 қасық саламыз. Достар, описание бөліміне жазып кетемін, не қосқанымды. Сол бөлімнен көрсеңіздер болады. Енді шамалы кетчуп, заправка кетчубын салдық. Және де горчица саламыз. Кішкене қасықтың жарты қасықтай горчица салып жіберіңіздер. Және де жарты қасықтай уксус құйып жібереміз. Жарты қасық болғанда кішкене қасықтың ұшындай қылып уксус құйып аламыз. 7% уксус құйыңыздар. Енді шамал горчица қостым мен дәмін берсін деп. Сосын 1 қасық майонез саламыз. Осы майонезді салып, араластырып, бұқтырып бір шетке қойып қоямыз. 5-10 минуттай тұру керек. Окорашкамызға сіңіп әдем болып. Біз оған дейін көкөністер қосамыз. Көкөністен сол сәбіз, картошка, пиязымызды араластырып қосамыз. Енді ең алдымен біз бұқтырылған окорашкамызды салып, осылай салып аламыз да, алдын ала пешіңізді 220 градусқа 60 минутқа қыздырып қойыңыздар. Осылай окорашканы қойып, одан сәбізімізді тазалап, жуып, сыртын алып, осылай бөліктерге бөліп аламыз. Осылай картошка, сәбіз және де пияз қосамыз. Осылай пиязымызды турап бетіне қойып жібереміз. Өте дәмді тағам болған. Әсіресе түскі асқа балаларға істеп берсеңіздер қуана жейтін болады. Енді 220 градусқа 60 минутқа қойып пісіріп алдық. Өте керемет, сочный окорашка шыққан. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді, енді дәмін айта алмайым. Күшті болғаны. Енді осылай окорашкамыз пісті. Енді осылай шетінен тарелкамызға салып ұсына берсек болады. Дайын жеуге. Осылай окорашкамызды духовкада пісіріп алдық. Өте керемет дәмді болып шыққан. Енді бетіне көк пияз, укроп, кинза сеуіп жей берсеңіздер болады.